Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін салат дайындаймын, сіздермен бөлісейін деп. Бізге мынандай суға піскен картошка керек, бір сәбіз керек. Бәрін аршып дайындап алдым. Бір-екі тұздалған қияр керек. Кішкене консервированный горох, кукуруза керек, бір 5 қасықтай, ас қасықпен. Чеснок тұрақ қойдым, қазір майонезге араластырам. Тұз, бұрыш керек. Бұл салатымыз өте қолжетімді, қарапайым салат. Көбірек дайындағыңыз келсе, картошканы көбірек аласыз. Мен осы 2 картошкамен дайындап көрем қазір. Осылай 4 бұрышты қып турап аламыз. Құрметті көрермендер, мен каналыма тіркеліп кетіңіздер. Лайк басып, комментарий жазып. Осылай турап аламыз барлығын. Картошкамызды турап алдық. Есімізге салып қоямыз. Қазір сәбізді тураймыз. Сәбізді де осылай 4 бұрышты қып турап аламыз. Енді тұздалған қиярымызды турап аламыз. Қосып аламыз. Енді қасықтың ұшымен кішкене тұз саламыз, өйткені қиярымызда тұз бар. Бір кішілеу ғана осындай. Қара бұрыш салам, жарты қасық, чай қасықпен. Мына 3 чеснок, қазір үстіне майонез қосам. Салатымызды осымен араластырып саламыз. Бір 2-3 қасықтай майонез қостым. Үстіне майонезімізді саламыз. Бір ас қасықпен 5 қасықтай кукуруз. Ас қасықпен 5 қасықтай горох. Енді салатымызды жақсылап араластырып аламыз. Әркімнің қалауы бойынша көк пиязыңыз болса қосуға болады. Укроп болса свежий қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып алдық. Енді осы дайын салатымызды ыдысымызға салып аламыз.
Мінекей құрметті көрермендер, өте әдемі салат дайын болды. Бір жұмыртқамен үстін әдемілеп, осылай мейрамдарда не болмаса күнделікті өздеріңіз дайындап жесеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын.